882 есебін шығарайық. Жеті бұрыштың қанша төбесі, қабырғасы және бұрышы бар дейді. Жеті бұрыштың бізде жеті төбесі болады. Бұрышы деп отқан төбесі болады. Сонда бізде қабырғасы да жетеу болады. Және жеті бұрышы болады. Келесі екіншісін шығарайық. Төртбұрыштың көршілес төбелерін, көршілес қабырғаларын атаңдар. Қандай да бір төртбұрыш сызып алайық. Оны А, В, С деп өрнектейік. Енді осының бірінші төбелерін атаңдар деген. Көршілес төбелері. Көршілес төбелері деп отқан бір қабырға бойымен жатқандар. Сонда А мен В болады. Және В мен С, яғни бір қабырғасының бойында жатыр. С мен Д. Және А мен Д. Келесі сұрағы көршілес қабырғаларын атаңыздар дейді. Ол А мен В, А, В мен С, А, В мен В, С, және В, С мен С, Д. Яғни бір төбесіне ортақ болады. С, Д мен Д, А және А, Д мен А, В болады екен. Бұл бізде екінші сұрақтың жауабы. Енді үшінші сұрақта үшбұрыш салыңдар дейді. Қандай да бір үшбұрыш сызып салдым. Үшбұрыштың төбелерін атаңдар дейді. С деп өрнектейік. Бізде төбесі сонда А, В, С болады төбелері. Енді үшбұрыштың бұрыштарын өлшеңдер. Яғни транспортир арқылы бұрыштарын өлшеп сызасыздар. Мысалы, бұрыш А мен бұрыш С ол тең болып дейік. Яғни тең бүйірлі үшбұрыш болсын, 40 градусқа тең болатын болса. Ал бұрыш В бізде 100 градусқа тең болады. Сонда қосындысы 180 градус шықты. Келесі 883 есебіміз. 4 бұрыш, 6 бұрыш салыңдар. Диагонал жүргізіңіздер дейді. Бірінші тапсырма бойынша. 4 бұрыш салайын. Осыған диагонал жүргізіңіздер дейді. Диагонал дегеніміз қарама-қарсы қабырғаларын, қарама-қарсы төбелерін қосады. Сонда 4 бұрышта 2 диагонал бар. Ал енді 6 бұрыш салыңыздар дейді. Сіздер сызғышты пайдаланып, әдемілеп саламыз, е? Алты бұрыш салым. Енді осыған диагонал жүргізіңіздер дейді. Әрбір төбесін қосатын түзу сызық. Сонда 1, 2, 3 болды. 3 диагонал жүргіздім бір төбесі арқылы. Енді екінші 4, 5, 6. Енді мына төбесі арқылы 1, екінші жүріп қойды. Енді мына төбесі арқылы 1, 2, мына төбесі арқылы жүргізетін болсам, мына мен қосылды. Сонда барлығы 9 диагонал болып тұр ғой. Әдемілеп сызып қойайын. Мұнда әрбір төбесі арқылы жүргізсек, мына екеуі қосылмапты бізде.
Сонда 9 диагонал бар екен. 9 диагонал бар. Келесі екінші сұрақта тапсырмасы бойынша, екінші сұрақтың тапсырмасы бойынша үшбұрышқа диагонал жүргізуге бола ма? Жауабын түсіндіріңіз дейді. Қандай да бір үшбұрышсыздың бұған енді диагонал жүргізуге бола ма дейді. Диагонал дегеніміз қарама қарсы төбелерін қосатын дейді. Яғни бұл үшбұрышта қарама қарсы төбесілері жоқ, сондықтан да жүргізуге болмайды, иә. Сонда үшбұрыштың диагоналы жоқ екен. Келесі үшінші сұрағына жауап берейік. 5 бұрыш, 7 бұрыш салындар дейді. Олардың периметрлерін табыңыздар дейді. 5 бұрыш салайық. Примерно осындай болады. Енді сіздер сызғыш арқылы әдемелеп жүргізесіздер. Енді 5 бұрыштың периметрін табу керек бізге. Периметрін табатын болсақ, 2 сантиметрден белгілейік. Енді 3 сантиметр болсын, 2 болсын. Енді осының мына жер 4 деп алайыншы. Периметрін табу үшін әрбір қабырғасын қосып шығамыз. Сонда 2-ден бізде 4 бар. 4. Сонда қосындысы бізде 12 сантиметрге тең болады екен. Енді барлық қабырғасының қосындысы сіздер өлшем бірліктерін ауыстыра берсеңіздер болады. Келесі 7 бұрыш сызыңыздар дейді. Мына бізде қанша бұрыш болды? 6 бұрыш болды. 7 бұрыш салыңдар дейді. Сызып көрейік, қане. Бұлай бір түссін, бұлай бір түссін. Содан кейін бұлай түседі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп бұлай қоссақ. Так, төмендетуіміз керек сияқты. Мына жерін дұрыс сызған жоқ. Содан кейін бұлай шамалы, бұлай түсіңкіреп, бұлай қосу керекпіз. Сонда 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бұрыш сыздық. Енді бұның периметрін табыңыздар еді. Өлшем бірліктерінің тұрақты 3 санын деп жазсақ болады. Енді сіздер әртүрлі өлшем бірлік жаза берсеңіздер болады. Енді осының периметрін табу үшін бізде қабырғасы 7 болды. 3-тен 7-ін аламыз. 5, 6, 7. 3, 5, 7. 7 үшін бізде 21-ге тең. Мына 21 сантиметрге тең болады екен. Келесі 884-ші есебін шығарайық. 4 бұрыштың ұзындығы 10 сантиметр және ені 5 сантиметр. Егер шаршының периметрі 4 бұрыштың периметріне тең болса, онда шаршының қабырғасының ұзындығын табыңыздар дейді. Біріншісі, бізде ені мен ұзындығы берілген. 4 бұрыштың периметрін табып алайық. Ол сонда периметрі тең 2 қабырғасын қосамыз, сонда 10 мен 5-тің қосындысын 2-ге көбейтеді екенбіз. Сонда нәтижесі тең болады 30 сантиметрге. Бұл бізде 4 бұрыштың периметрі. Енді ол шаршының периметріне тең дейді. Сонда шаршының қабырғасын табыңыз деді. Шаршының периметрін табу формуласын жазайық. Ол бізде 4А тең, яғни 4 қабырғасын көбейтеміз оның қабырғасының ұзындығына. Сонда периметр 30-ға тең деп айттық. Сонда қабырғасын табу үшін 30-тен 4А деп теңестіреміз ғой. Сонда А дегеніміз 30 бөлінген 4-ге тең болады. Сонда қабырғасы тең бізде А деп отқанымыз 7,5 сантиметрге. Келесі екінші есебін шығарайық. Шаршының қабырғасының ұзындығы периметр 40 сантиметр, ұзындығы 13 сантиметр болатын 4 бұрыштың еніне тең. Шаршының ауданын табыңыздар дейді. Шаршының бірінші енін тауып алайық. Ол ені бізде периметр берілген, периметр 40 сантиметрге тең.
бөлу 2 азайтамыз 13-ті, яғни ұзындығын. Сонда 20 бөлінген 2 азайтылған 13 нәтижесі 7-ге тең болады. Сонда шаршының ені 7 сантиметрге тең екен. Ал оның ауданын табу формуласы S-тен А-ның квадраты. Яғни S-тен 7-ның квадраты болады. Бұл бізде 49 сантиметр квадратқа екен. Сонда шаршының ауданы 49 сантиметр квадратқа тең.